Бүгін 3 ноябрь. Күн суытты. Әбден ана Чимкентте жүріп жаман үйрендік. Астанаға келіп түсіп кетеміз ба деп қорқып отырмыз енді. Май, Астанадағы жүргендер қалай тоңбай жүр деп ше. Ай, Кореяның типа Астанасы ғой мынау енді. Чимкентте жүргенде тоңбайтын едік. Қыстай кроссовкамен шығып, бір курткамен шығып, мынандай бір безрукавкамен шыққанбыз жұмыстан ше. Енді қараңдар, мұрын қызарды, көз қызарды, азадым мен ойба, үсіп кетті кәдімгі ерлік қызыл. Киіп алғанды қарасаңдар, орамал, мынаның ішінен бір маска, оның сыртынан бір маска, мынаны бүйтіп көтеріп алам, соның өзінде мұрным қатып баратыр. Безрукавка киіп алғам, оның ішінен куртка, ол куртканың ішінен бір кофта, жылы кофта. Жылы кофтаның ішінен тағы бір водолазка. Ой, ана пұтшақты айтпай қояйын енді. Наколенник ол бар, қос камаш, қос трико киіп алып. Қыста не киеміз деп ойлап қоймын. Бай, 3 ноябрьде мынандай киім киіп отырмыз. Ертең 25 декабрьде не киіп отырады екенбіз деп ойлап қоймын. Қара анау. Үсіп кетпесек болар еді биыл деп. Мұрын әбден тоңып жатыр, өзі қолақпандай мұрын еді. Кішкентай мұрдым уже үсіп нарыққап. Құдай бере салған деп отырмыз енді. Үсіп тоңып, ертең не киіп шығам деп бар уайымым, не киіп шығам болып кетті ғой. Масқара бұрынғыда кәрістердің, кемпірлердің киіп жүрген балония бір кең шалбарлары болатын тұғын. Сондайды киіп жүреміз ба енді деп қоймыз. Қос киіп алдық енді, білмеймін. Қимылдағандай цендрші енді. 1 сағат қимылдап едік, әбден шаршап қалдық. Сендер не істеп жатсыңдар? Ой, не киіп жатсыңдар? Жазып кетіңдер, айтып кетіңдер. Совет беріп кетіңдер, не киюге болады, не істеуге болады мына күн суықта. Как будто кеше келген адам сияқты болып отырмын ғой, Кореяға бір кейін сияқты. Тоңып отырмын кәдімгі.